Жарық тыңдармандар, бүгін міне тағы да бір кезек келді. Мен сіздерге үш ертек кішірек оқимын, соны сіздер тыңдаңыздар, лайк басыңыздар, каналға жазылыңыздар. Осы каналды ары қарай біз сіздермен қолдайық, өйткені мынау интернет желісінде сіздер мұндай каналды өте сирек көресіздер. Тілімізді дамытуымыз керек. Балалардың есте сақтау қабілетін, өздеріңіздің үлкен кісілер болсаңыздар, есте сақтау қабілеттеріңізді дамытуға көмектеседі. Ал кеттік. Бір түлкі мен қырғауыл. Бір түлкі қалың ағаштар алып келе жатып, ағаштың басында отырған қырғауылды көреді, жақындап келіп, сәлеметсіз бе қырғауылым, қалың қалай дейді. Қырғауыл, жақсы, өзің қалай тұрасың дейді. Түлкі, жерге түсіп сөйлесеңіз қайтеді. Бір құлағым естімеуші еді дейді. Қырғауыл, жерге түсуге қорқамын, жерде әртүрлі аңдар бар, бізді жеп қоюы мүмкін дейді. Түлкі, әй достым, қазір заман бұрынғы заман емес, жаңа ғана келдім, бұйрық шығыпты, біреуге біреу зорлық қалмасқа, қой мен қасқыр бірге жүрсін, түлкі мен тауық бірге жүрсін деген дейді. Қырғауыл, жақсы хабарыңыз бар екен, рахмет достым, мына жақтан бір иттер келе жатыр, оларға да хабарыңызды айтыңыз, естісін дейді. Ит деген сөзді естіген соң түлкі алды-артына қарамастан қаша жөнеледі. Қырғауыл, қайда барасың түлкім, бұйрықты ұмытып кеттің бе дейді түлкі. Кім біледі, бұйрықты олар әлі естімеген шығар дейді, міңгірлеп ары қарай кете береді. Біреуге орғазба, орғазсаң өзің түсетін деген мақалды ұмытпаңыздар. Мінекей бүгінгі күн түлкі мен қырғауылдың арасында болған сөз осы мақалға кеп бізді тірейді екен. Келесі ертегі. Қасқыр мен қозы. Ірі қасқыр судың жоғарғы жағында, қозы төменгі жағында тұрып су ішеді. Қасқыр қозыны жегісі келіп, бір айлы іздей бастайды. Қасқыр қозыға айғайлап, мен ішетін суды неге былғайсың дейді қасқыр. Қозы, қасеке, мен қалай сен ішетін суды былғаймын? Сен судың жоғарғы жағында, мен төменгі жағындамын. Мен ішкен су саған бармайды ғой дейді. Қасқыр тағы айғайлап, сен өткен жылы менің әкемді қорлағансың дейді. Қасеке, мен қалайша сенің әкеңді қорлаймын, өткен жылы тумаған едім ғой. Қасқыр ашуланып, әдепсіз, үлкенге не қарсы сөйлейсің деп, қозыны сол жерде бас салыпты. Мәссаған, көрдіңіздер ме ертегінің арты не болған? Келесі ертегі түлкіден өткен қу қас. Бір күні түлкі оттап жүрген бір қаз ұстап алып, алдыңғы екі аяғымен басып тұрып, мәзақ қылып, біраз азаптайын деп, мұртынан күліп, ей қас, сен қолыңа мен түссем, сен не қылар едің дейді. Қаз сәл ойланып қалып, не қылар едім, белгілі емес пе? Сені тісіммен тістеп тұрып, екі аяғымды кеудеңе қойып, көзімді жұмып, Құдай, бергеніңе мың шүкір дер едім, сен жеп қояр едім депті түлкі. Мынауың дұрыс екен, мен де сені өзің айтқандай қылып жейін депті де, қазды тістеп, өзі шоңқиып отырып, алдыңғы екі аяғын кеудесіне қойып, көзін жұмып, Құдай дей бергенде, қас қанатын қағып қалып, қаңқылдап ұшып кете беріпті. Түлкі, Құдай деген күйінде аузын әңқита ашып, шоңқиып қала беріпті. Міне, қандай қаза қылды. Міне, осы үш ертегін оқыдым. Сіздер бүгінгі күні тыңдаңыздар, лайк басыңыздар, жазылыңыздар каналға, таратыңыздар, сау болыңыздар.